Саламатсыздар ма, құрметті достар? Саламатсыңдар ма? Бүгін сіздерге қызым Ақбота ертек айтып береді. Ертектің аты Шауқан. Сонымен бастаймыз ба? Бастаймыз. Олай болса, баяғы заманда бір шал болды. Олардың бақсасы бар екен. Сосын оған шал деген салқан егіпті. Соны деген салқан болып үлкен болып өсіп кетті. Осын салған өшкен шал деген оны бұлай тартып салқан жалын бай қалды. Сосын деген сал деген кембірін сағылады. Кембір-ау, мұнда кел деді. Не болып қалды дейді. Мына салқанды тартуға көмектес дейді. Рарыны көмектесейін деді. Сосын екеуі бұлай тартып салқан жылынбай қалды. Сосын кембірі немересін сағылады. Сосын немересі келіп әжесінің белінен ұстап, әжесі атасының белінен ұстап, атасы шалқаннан ұстады. Сосын үшеуі бұлай тартып салқан жылынбай қалды. Сосын деген бір қызы деген собаканы сақылады. Итін. Жучка. Да, Жучка, это тут. Соны шақырып. Соны шақырғасын Жучка деген қыздың етегінен ұстайды. Қызы деген әжесінің белінен ұстайды. Әжесі атасының белінен ұстайды. Атасы шалқаннан ұстайды. Төртеуі бұлай тартып салқан жылынбай қалды. Сосын деген ит деген мысығын шағылады. Сосын мысықты келді. Сосын мяу дейді. Не болып қалды сіздерге дейді. Шалқанды көмектесіп салдыға. Жарайды, көмектесейін деді. Осы көмектескесін оған мысық. Осы мысық деген иттің құйрығынан ұстады. Ит деген қыздың етегінен ұстады. Қызы деген әжесінің белінен ұстады. Әжесі атасының белінен ұстады. Атасы салқаннан ұстады. Сосын төртеуі бұлай тартып салқан жылынбай қалды. Сосын мысық тышқанды көріп қалды. Соны тышқанды шақылып, не болып қалды дейді. Салқанды тартуға көмектес деді, мяу деді. Жарайды, көмектесе қояйын деді. Сосын тышқан келіп мысықтың құйрығынан ұстады. Тышқан мысық деген иттің құйрығынан ұстады. Ит қыздың етегінен ұстады. Қызы әжесінің белінен ұстады. Әжесі атасының белінен ұстады. Атасы салқаннан ұстады. Бұлай тартып салқан жылынып қалды. Сосын бұны бүйтіп толап кесіп, әжесі пісіріп. Бәрін қонаққа шақырады. Сосын салқанды бәрі жейді. Осымен ертегіміз бітті. Ертегіміз бітті. Кестешкенде сау болыңдар. Сау болыңдар.